Сәлем достар, бүгін сіздермен жасуша бөлінуінің бір түрі мейозды қарастырамыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жыныс жасушаларының бөлінуін мейоз деп атаймыз. Мейоздық бөліну мейоз 1 және мейоз 2 деп аталатын екі сатыдан тұрады. Мейоз 1-де бір диплоидты жасушадан екі гаплоидты жасуша түзіледі. Ал мейоз 2-де осы түзілген екі гаплоидты жасушаның әр қайсынан екі гаплоидты жасуша түзіледі. Сонда мейозда бір диплоидты жасушадан 4 гаплоидты жасуша түзіледі. Олай болса, диплоидты және гаплоидты жиынтыққа шолу жасайық. Берілген сандар мен әріптер хромосома мен ДНК жиынтығын көрсетеді. Бірінші сан мен әріп хромосома саны мен жиынтығын білдірсе, екінші сан мен әріп ДНК саны мен жиынтығын білдіреді. Мысалы ретінде диплоидтық және гаплоидтық жиынтықты қарастырайық. Яғни бірінші жұп хромосомада 2N, яғни 2 хромосома барын білдіреді. 1 және екінші хромосома. Екіншіде де 1-2 хромосома. 1-2, 1-2. Яғни бұл жерде 2 хромосоманың барын білдіріп тұр. 4C дегеніміз мұндағы. Яғни 1, 2, 3, 4 хроматидті білдіріп тұр. Екіншіде де 1, 2, 3, 4. Яғни 2 хромосома және 4 хроматид. Келесі гаплоидты жиынтықта 1N және 2C. Мұндағы 1N 1 хромосома, 1 хромосома, 1 және 1 хромосома. Әр қайсысында 1 хромосомада, әр қайсысы жұпта. 2C дегеніміз 2 хроматид. 1 хроматид, екінші хроматид. Бірінші хроматид және екінші хроматид. Жасуша бөліну алдында интерфаза деп аталатын дайындық кезеңінен өтеді. Интерфазада ДНК репликациясы, яғни ДНК-ның 2 еселенуі жүреді. Сонымен қатар органоидтар мен центросома 2 еселенеді. Центросома 2. Профаза 2 мейоздағы ең алғашқы және ең ұзақ күрделі фаза. Мейоздық профаза 1-дің митоздан айырмашылығы ол бірнеше кезеңдерден тұрады. Липтотена жіңішке жіпшелер сатысы. Липтотенада хромосомалардың тығыздалуы және спираль тәрізденуі тән. Зиготена жіпшелердің бірігу сатысы. Гамалыкты хромосомалар бір-біріне жақындап, ұзына бойы жұптанады да конъюгация түзеді. Конъюгация дегеніміз гамалыкты хромосомалардың бір-біріне жақындауы. Пахитена жуан жіпшелер сатысы. Гамалыкты хромосомалардың хроматидтері айқасады, яғни сәйкес бөліктерінің айқасып алмасуы. Диплотена 2 жіпшелер сатысы. Хиазма түзеді. Диакинез 2 жіпшелердің ажырау сатысы. Хромосомалардың барынша жуандап спираль тәрізденуімен сипатталады. Метафаза 1. Метафаза 1-де хромосомалар экваторға орналасады. Ахроматин жіпшелері центромераға бекиді. Ахроматин жіпшелері қызылмен ұзына сызылған.
Анафаза кезінде хромосомалар полюстерге қарай тартылады. Хромосомалар. Телофаза өте қысқа мерзімде өтеді. Телофаза 1-де ядро түзіледі, 2 гаплоидты жасуша түзіледі. Сонымен мейоз 1 аяқталады. Келесі саты мейоз 2. Мейоз 2-дегі фазалар митоздағы фазалармен өте ұқсас жүреді. Профаза 2-де центросомалар полюстерге орналасады. Ахроматин жіпшелері түзіледі. 2 центросома және ахроматин жіпшелері. Ядро мембранасы жойылады. Метафаза 2-де хромосомалар экваторда орналасады. Бұл стадиядағы хромосомалардың митоздағыдан айырмашылығы оның спиральдану дәрежесі жоғары, сондықтан анық көрінеді. Анафаза 2. Хроматиттер полюстерге ажырайды. Телофаза 2. Ядро мембранасы қалыптасады және 4 гаплоидты жасуша түзеді. Қорытындылай келе, мейозда 1 диплоидты жасушадан 4 гаплоидты жасуша түзіледі. Хромосома санының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Гаметаларда жаңа гендік комбинациялар пайда болуына мүмкіндік береді.